Палеолит адамдарының кәсібі дайын өнімді тұтыну. Алғашқы адамдардың ежелгі кәсібі дайын өнімді тұтыну терімшілік еді. Олар табиғи өнімді дайын күйінде пайдаланды. Жабайы жануарлар мен құстарды ұстады. Өзен-көлдерден балық аулады. Жеуге жарайтын өсімдіктерді жинады. Алғашқы кәсіпшіліктің бұл түрі азық-түлік қорын жасау үшін жерінің көлемді болуын, адамдар ұжымының мүмкіндігінше алшақ қоныстануын талап етті. Сондықтан палеолит тұрақтары оқшау орналасқан. Алғашқы қауымдық аңшылық. Ежелгі адамдар табиғаттың бір бөлшегі болғандықтан азығын аң аулаумен тапты. Аңшылықтың терімшіліктен ерекшелігі ол барлық маусымда жүзеге асырылатын әрі адамның көбірек азық табуына мүмкіндік берді. Аңшылар аң үйіріне жақын келіп, күтпеген жерден қоршап алатын. Адамдар тобырдан алғашқы қауымдық қоғамға өткенде аңшылықтың ұйымдасқан әдісі пайда болды. Питекантроптар қауымы тұрағында әйелдер мен балалар аңшылардың олжалы оралуын күтіп отырды. Олардың өмірі аңшылықтың сәтті өтуіне байланысты еді. Ашық орындарда аңшылықтың ежелгі түрі дала шөптері мен орманның бір бөлігін өртеу тәсілі қолданылды. Отқа күйіп өлген жануарлар мен құстардың ірі жәндіктердің қалдықтарын жинап, тамақ ретінде пайдаланған. Аңшылықтың бұл түрі қоршаған ортаға қалай әсер етті? Өртеу біртіндеп сирей бастады. Себебі уақыт өткен сайын өсімдіктер қайта шығып үлгермеді. Өрттен кейінгі бұл жерлерден тіршілік иелері қаша бастады. Жер қаңырап, су көздері құрғап қалды. Ежелгі адамдар алғаш рет әлемде табиғат пен адам арасында тепе-теңдікті сақтаудың қажеттігін түсінді. Алғашында ірі жануарлар мен шөпқоректілерді қаумалап ұстап аулайтын. Әрине, жекелеген аңшылық түрі де шыға бастады. Алайда мыңдаған адамды тамақтандыру үшін өте көп азықты қажет етті. Алғашқы қауымдық қоғамның тұрғындары күні бойы тек тамақ дайындаумен немесе оларды өндіру үшін қару әзірлеумен айналысты. Аңмен бірге балық аулады, жеуге жарамды өсімдіктер жинады. Келесі бөліміміз аңшылықтың әдістері. Мұз басу дәуіріне дейін ұсақ жануарлар қаумалап ауланса, мұз дәуірінде үлкен аңдар да ауланды. Қауымдастықтың мүшелері азықтандыру үшін аңшылар аң аулаудың қаумалап ұстау әдісін пайдаланды. Осылайша көп адамды тамақтандыруға мүмкіндік беретін және айтарлықтай ұзақ уақытқа жететін бұғы, аю, жабайы бұқа, тағы да басқа сияқты жануарлар аулана бастады. Жазық жерлерде қаумалап аулау үшін олар апан шұңқырлар қазып, осы мақсатпен жануарлардың маусымдық қозғалысы кезінде жүгіретін жерлеріне алдын ала терең орлар қазылып, табиғи сай-жыралар да пайдаланылды. Аңшылардан қашқан үйір шұңқырға құлап, қорыққаннан бірін-бірі таптап тастайтын. Бұл әдіс қауымдағы көп адамды тамақпен қамтамасыз етуге қиындық тудырмайтын. Суық күндері етті сақтау оңай болды, ал жылы кезде ет пен теріні сақтау қиын болды да тірлікке қауымның барлық мүшесі түгелдей дерлік кірісетін. Көп мөлшердегі етті сақтау оңай емес еді. Ет тұздалды, одан кейін күнге қақталып кептірілді. Мұз дәуірінде тундрадағы арктикалық аймақтарды мекендеген алғашқы қауымдық қоғамдар бизон, солтүстік бұғысы сияқты аңдардың маусымдық өріс жолына орналасты. Қауым кез келген уақытта жиналып, жаңа аңшылық орындарына қоныс аударып отыратын. Неандерталдықтар отпен немесе басқа да аңшылық құралдардың көмегімен жекелеген аңдарды үйірінен бөліп, алдын ала дайындалған апанға немесе сай-жыраға құлататын. Мертіккен аңды жабылып жүріп ұрып өлтіретін. Оның еті үлкен олжа еді. Барлық қауым мүшелеріне біразға жетіп, аңшылықтан кейін дем алуға мүмкіндік беретін. Мамонттың терісі мен қабырғасы жиналмалы үй күрке дайындау үшін пайдаланса, ал майы үйді жарық ету үшін, жылыту үшін қолданылды. Бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы палеолит дәуіріндегі адамның қандай кәсіппен айналысқанын білу. Яғни палеолит дәуірінде адамдар ең бірінші терімшілікпен айналысты, одан кейін барып аңшылықпен айналысты.